Төсекте мықты әйелді еркек ешқашан тастамайды. Әке шешесі құрт деп атса да құртпайды. Мен жай әйел емеспін. Мысалы қазір көптеген әйелдер оказывается қарыз алады обучениеға именно, бірақ күйеулеріне айтпайды. Сонда ол әйел үйде күшті емес жағдайы, көшеде күшті емес та. Қайрат мырза, сіз оны қалай сездіңіз? Жаныңызда еркек болыпты, оказывается. Мен қазір 3000-да әйелмен жұмыс жасаппын, естпесем. Күйеуің қары мынандай дәу, бірақ ақшасы көп, добрый да, ол ақшасын бере береді. Не деп айтасың күйеуіңді? Жаным менің, добрый пандам менің. Өзі қандай дәу болса, жүрегі де дәу деп ше. Ал жаңа дәу болып тұрып, ақша жоқ болса, бұл шиған деп айтады. Енді қазір бір айтамын, подкаблу, айта берсін, разница жоқ. Енді бұл сексуалдықтан айтатын әңгімесі, бірақ төсекте мықты болған әйелге еркек любой нәрсені береді. Әйелдерге айтамын, ештеңеден жауапкершілік алма, отбасында төсекке қатысты жауапкершілік алшы. Еркек любой нәрсені жасайды. Қайырлы күн, ассаляму алейкум, құрметті тыңдармандар. Эксклюзив ерекшелікке бір қадам подкастына қош келдіңіздер. Және де бүгін бізде қонақта қазіргі уақытта осы мышление, қаржы эксперттары Қайрат Ашымханұлы мен және де аяулым Өмірғали. Өздеріңіз таныстыра кетсеңіздер. Ассалаумағалейкум, мен есімім Қайрат Ашымханұлы. Мен отношения, ер мен әйелдің ортасындағы отношения және де қарыз маманмын. Яғни сол салада жұмыс жасаймыз, келіншегіміз екеуміз. Бұл ма? Менің есімім аяулым Өмірғали. Мен именно әйелдің мойнындағы қарыз, әйелдің қарызы және әйелдердің еркек болып кетпей, әйел болып ақша табуларына көмектесетін маманмын. Сіздер осы салаға қалай келдіңіздер? Қалай қаржы жайында осы жүргіземіз, сабақ береміз, қалай вообще мышление туралы ойландыңыздар? Неден басталды бұның бәрі? Сен есімін айтайын ба? Сіз өзіңіз айтын, мен өзім күлейін. Жалпы мен біраз бұрын қарызға кірдім плотно. Сол қарызға кірген кезімде оқу керек болды, соның бәрін түсіну керек болды, не үшін деген сияқты. Енді басында былай ойладық қой, мен спокойно шығып кетемін, бұл қарыздардан бүйтем, сөйтем деп ойладым. Бірақ шыға алмадық, шын мәнінде содан зерттедік, түстік, ойландық, неше түрлі білімдерді алдық, оқыдық. Содан кейін барып осы қарыздан біз шыға бастаған кезде маған Инстаграмға, ТикТокқа өте көп адамдар жаза бастады, мен соны айта бастаған кезімде да. Одан кейін өте көп адамдардың қарызда екенін білдім. Сөйтіп осы салада мен өзімнің білгендерімді айта бастадым да. Енді білгендерімді айта бастағаннан кейін адамдар көбірек сұрай бастады, тағы да білім алып, сол білгендерімізді айтып, адамдарға көмектесіп, солай. Енді көп адамдар сол қарыз эксперт деп кетеді, бірақ самом деле мен финансист емеспін. Біз мышлениемен, яғни не үшін қарызға кіреміз, не үшін шыққымыз келмейді ол қарыздан, адамның жалпы ойы қарызға қалай әсер етеді, қаржы жағына да, қалай қарызға кіріп кете береді. Мысалы үшін көп адамдар қарызбын дейді, не үшін шықпайды ол нәрседен. Біз соларды өзімізден өткізгеннен кейін барып соны айта бастадық да. Негізі мен алғашқында еркек пен әйелдің ортасындағы отношение туралы көбірек айтып, именно сол жақтан білім алып, өйткені біз өзімізде де сол проблема болды. Біз даже ажырасып кетудің алдына шейін барғанбыз да. Содан осы салада именно өзіміздің басымыздан не өтті, соны айтып, сол адамның ішіне жүректен шыққан нәрсе ғана жүрекке жетеді дейді ғой негізі. Сондықтан да біз өзіміздің басымыздан өткен нәрселер халыққа керемет жақсы пайда беріп жатқаннан кейін осы салаға қарай, осы жаққа қарай бұрылдық. Осы жақта жұмыс жасап жатырмыз қазіргі таңда. Қараңыздар, сіздер екеулеріңіз бірге дамуды бастадыңыздар, иә? Немесе біреулеріңіз бастап, содан кейін екіншіңіз қостап, сөйтіп бірге дамыдыңыздар ма? Қалай болды ол? Жаңа сұраққа сен аяулым жауап берсің бе или? Жауап берсе де ғой. Неше келдіңіздер деген неше? Онда аяулым өзінікі басқаша. Қалай, сізде қалай болды ол? Негізі мынандай ғой, менің өзімнің қазіргі жұмыс жасайтын әйелдер, олар өзі ақша тапқысы келетін, қарызға кіріп кеткен, содан шыға алмай жатқан және ақша тауып отыр, бірақ оның берекесін көріп жатқан жоқ әйелдермен жұмыс жасаймын да. Оның барлығы не үшін бастаймыз? Менің өзімде басыма өткен нәрсе, мен күйеуіме бағынышты болғым келмейді, күйеуімнен ақша сұрағым келмейді, одан ақша сұрау мен үшін унижение, и мен доказать еткім келеді, мен жай әйел емеспін. Сөйтіп жүріп, мен өзім бағана курс оқи беремін, менторство ала беремін, білімді күшейтемін деп жүріп, мен сөйтіп қарызға кіріп кетемін. И сол қарызға кіріп жатқан кезде, енді өзім сол маманы болғаннан кейін, психология, психосоматика, мышление мамандарын оқығаннан кейін, не себепті бұл нәрсе болады әйелде? Мысалы, қазір көптеген әйелдер, оказывается, қарыз алады обучениеға именно, бірақ күйеулеріне айтпайды.
Сонда ол әйел үйде күшті емес жағдайы, көшеде күшті емес та. Ол керемет ақша да тауып жатқан жоқ, отбасында бақытты әйел емес. Сондай салада жүр. Даже баласына жақсы қарым-қатынастар жасай алмайды да ондай әйелдер. Сол нәрсені жұмыс жасай келе, сол әйелдің негізі қарызға кіріп кетуі және көп ақша шалмауы именно осы өзінің ішінде мен қарызбын деген. Әйелге көп міндеттеме артып қояды ғой негізі. Мысалы, қыз болғаннан кейін сен артық сөйлемеу керексің, қыз болғаннан кейін сен көп артық қимылдар жасамау керексің деген кезде әйелдің миында мен қарызбын. Ұят болады. Иә, мен қарызбын. Мен әйел болғаннан кейін мен қарызбын уже деген. Например, әке-шемнің абыройын төкпеу керекпін, олардың сенімін ақтау керекпін. Оның бәрі қарыз. Иә, оның барлығы мен қарыздармын ғой түбінде. Осы мәселенің кесірінен ол отбасында да керемет әйел боламайды. Күйеуімен әйелі боламайды да. Например, спокойно одан ақшасын даже алып жаратамайды әйелдер. Немесе өзі де ақша табамайды даже осы мышлениенің кесірінен ше. Сөйтіп түбінде ақша жоқ, қарызда, сондай мәселе жүр. Сонда бұл жердегі ең бірінші нәрсе сол іштегі қарыз мышление, іштегі мен должна, сырттағы қарыз ақшалай қарызға кіріп кетеді да. Сол мен өзімді сөйтіп кіріп кетіп, шыға алмаймын қарыздан, бірнеше менторство алып тастағам, сөйтіп соны шығам деп жүріп, сол өзім сол көп опыт болды ғой. Опыт болғаннан кейін уже сол әйелдерге айта бастап, сол үшін келіп тұрмын ғой осы салаға. Еркек болып кеткен әйелдерге. Өзім сол еркек болып кетіп деген. Ол кезде қараңыздар енді, қаржылай сіздерде конкуренция болды, сонда араларыңызда. Қайрат мырза, соны қай сездіңіз? Жаныңызда еркек болып та, оказывается. Бір момент болды, мен ақша таппай қалдым да, үйде жатып қалдым кәдімгідей. Енді ақша таппай қалғанда, астына машина бар, бәрі кетіп жатыр, үй, жер, бүкіл төмен қарай кеттік, короче, нөл болдық қой. Нөл болғанда мен сойып кеттім, даже машина кетті, даже сенесіз ба, мынандай қолымыздағы айфондарды мен ломбардқа өткізген кездерім болды, ертең алам, арғы күні алам, бәрі ноутбук, бәрі кетеді, нөл боламын. Соның бір күні келіншегімнің де айфон бере тұр, қиыншылықтар болады, не сезімде болмай жатыр. Сөйтіп келіншегімнің де айфон өткізіп жүрген кездер болды ше. Табойында адамда мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кез айтты, қарғыс атсын кедейлікпен күпірлік деп айтады да, сонда сахабалар сұрайды да, неге сіз кедейлік пен күпірлікті қосып айттыңыз, не кедейлік сонда соншалық күпірлікке жақын ба дегенде екеуі егіз сияқты дейді да. Өйткені адам кедейліктен күпірлікке тез өтеді дейді. Сол сияқты адам өзі қиналып жатқан кезде ештеңе қарамайды екен. Шынында қарамадық қой. Ол жаңағыдай ломбардқа кетті бәрі. Bir кезде келіншегім ақша таба бастайды. Ақша таба бастайды да, содан еркектің ақшасы, әйелдің ақшасын еркекке беруге болмайды деген нәрсені сол кезде қит болады. Сонымен екеуміздің арамызда басталды. Бұл үйде менде ақша жоқ болып тұр, кішкене бір ақша, енді еркек пен әйел бір-бірінен ақша сұрай беру керек болады деген миымызда тұр ғой. Мысалы, мамам да жұмыс жасады, әкем де жұмыс жасады деген сияқты. Сол кездерде уже бұл жоқ, енді мен өзім ақшам деген сияқты нәрсе пайда болды да. И екеуміздің арамызда конкретно конфликт пайда болды. Конфликтілер болды, кәдімгідей бір кішігірім емес, үлкендеу де ұрыстар болды деген сияқты. Бірақ сол кезде маған бұл көмектеспейді, аяғым. Енді мен айтарым, шындығында еркектерге көмектесуге болмайды, әйелдерге ше. Маған сол кезде көмектескен мен намысыма тиеді да. Типа әйелдің алдында унижен деп тұрсың, төмен деп тұрсың ғой. Может быть, сол кезде бір кішкене екеуміз себерейік деген болса, білмеймін не болатын, сол мен өзім қайттан қырсығу деген нәрсе, ішіне бірнесен, мен саған көрсетем деген. Намыс ойнап кетті. Намыс ойнады да. Бірақ кейіннен уже холодный ум дейді, біз бір ақылға салған кезде мен өзімнің сол кезде негізі әйелдің көмектеспеген дұрыс екен да. Ал көбінесе әйелдер, қазір жұмыс жасап отырмыз, көбінесе әйелдер еркектердің алдына түсіп шауып кете береді. Мысалы, еркек келеді, бір кезде құлайды ғой, сол жерден оны точка роста дейді, өсетін жері. Тура сол жерге келген кезде әйелдер алдынан шығып кетеді да. Өйткені әйелдердің де ішінде мына нәрсе бар да, мен ешкім емеспін, мен онша емеспін деген сияқты. Енді құлап жатқан кезде өзін көрсеткісі келеді, я тоже ничего деген сияқты. Мен қазір көрсетемін бұларға деген сияқты. Бірақ ол әйелдің мойнына жауапкершілік, яғни еркектің шешім деген нәрсе, жауапкершілік деген еркектігі болғаннан кейін әйелдер біраз уақыттан кейін ол нәрсені шаршайды. Шаршап қалады да. Сосын уже күйеуіне жек көрінішпен қарай бастайды. Басында күшті күйеуіне көмектеседі, күйеуі рахмет айтады, екеуі жақсы болып жүреді, бірақ біраздан кейін сол нәрсе жиіркенішті бола бастайды. Сосын отношениеге әсер етеді ғой. Біз именно сол жерде біз пайда боламыз да. Именно бізде өзімізде сол нәрсенің бәрі болды. Енді қараңыздар, мына қаржылық сауаттылық деген бар, содан кейін қаржылық мышление деген бар. Екеуі бір-бірімен байланысты ма? То есть мен қаржылық мышлениемді дұрыстап алып, қаржылай сауатты бола аламын ба? Жауап бересің ба?
Негізі адамдың ішінде қаржылық мышление деген не ол? Мысалы, қазір сізге ақша керек болды. 5 миллион теңге керек болды, немесе бір 10 миллион теңге керек болған кезде, адамның ішінде бұл ақшаны қайдан аламын деген нәрсе оянады. Аламын деген кезде кімнен сұрасам екен? Рассрочка көрейін ба, кредит көрейін ба, қандай банк береді, кім маған береді, мамам бере ала ма деген сияқты. Адамның ішінде алу, зарабатывать, ақша табу емес. Потребительский болады ғой. Иә, сұрау да, біреуден сұрай салу. Ала салу ғой. Ал ақшалай мышление деген не ол? Адам өзінің қалай ақша таба алатынын біліп тұратын ми ғой. Қабілеті. Иә, мысалы міне былай көріп істеп табам. Қазір 1 миллион теңгені, сосын әрекеттерін жасаймын, одан кейін 1 миллион теңге табам, одан кейін әрекеттерін жасаймын, одан кейін табам деген нәрсесі дамымаған көп адамдарда. И поэтому олар қарызға кіре береді да. Ал ол жерде бірінші нәрсе ол қарыз мышлениясын айырылу керек. Маған ешкім көмектеспейді деген нәрсе ше, болды, саған ешкім көмектеспейді, саған ешкім бермейді, және мен де ешкімге қарыз емеспін деген кеткен кезде адамның ішінде, сол кезде барып адам енді все ешкіммен көмектеспейді ішінде өшеді ғой. Уже болды. Сен шығамайсың. Енді ол не істейді? Табудың жолын іздей бастайды. Мен қалай ақша таба аламын? Ол жерде уже сауаттылық. Жоқ, сауаттылық емес. Бұл жерде ол зарабатывать. Енді таба бастайды ақшаны. Таба бастаған кезде енді соны ары қарай дұрыс жұмсау. Соны ақшаны таба беріп тек қана жарата беру емес. Мысалы, көп адамдарға ақша берсең, олар жаратудың планын біледі да. Оны сақтаудың, оны көбейтудің, оны өзіне жұмыс жасатудың жолдарын білмейді. Вот сауаттылық деген сол. Бірінші мышление даму керек, что сен ақшаны таба аласың, любой сенде көптеген қабілет бар бойыңда таба алатын. Сен ақша шығаратын заводсың ғой, былай айтқан кезде соны түсіну керек, ақша мышлениесі деген. Одан кейін сол келіп жатқан ақшаны енді ары қарай сауатты жарату, сауатты ұстау деген нәрсе, екеуі бірінен кейін бірі болатын нәрсе ғой, былай айтқан кезде екеуі бірге жүру керек та. Түсіндіре алдым ба? Негізі финансовый грамотность деп жазады ғой жаңа. Бірақ мысалы үшін мен өзім финансовый грамотность ақшаны четкий қылып жинап, мына жаққа мынаншасын бөліп четкий қылып ұстап отыру деген нәрсе, мен өзімде ол нәрсе қатты жоқ, шынын айту керек. Мен бірақ мышление бар ғой, именно ақшаны қалай табу, қарызға қалай кіріп кетпеу, не үшін бізде ақша жоқ. Мысалы үшін мен осы өзім біраз миллиондар қарызға кіргенге дейін менде мына нәрсе болатын да, мен нормально авторитетім болды, енді продюсерлік жұмыс жасадым, әншілермен жұмыс жасадым, сол кезде менде спокойно адамдардан алып жүре беретінмін. И менде постоянно қарыз үзілмейді да, андай. Мен қанша теңге тапсам да, бірақ қарыздан шықпаймын. Иә? Сонда менде сол именно миымызда ала беру деген нәрсе, ала беру ше, ала салу. Қиналып қалдым да, әйгерім 1 миллион теңге бере тұршы, 500 мың теңге бере тұршы деген сияқты. Яғни анау алдағы сен бір айдан кейін табатын ақшаны алдыңа жіберу ғой. И сол алу деген нәрсе үйреніп қалғанбыз ғой. И мен қарызға кіріп алып бір кезде бітті барлық адамдар. Бітеді ғой барлығы. Біткеннен уже татып беретін адам қалмайды. Уже кірген кезде теңге бермейді уже. Иә, сол кезде барып ана не, білмеймін, Аллах тағала енді соған дейін түскенге дейін түсінбеген шығармын сол кезде. Сол кезде барып ешкім бермеген кезде уже ми қосыла бастайды да, қайтем енді. Жоқ. Сен уже мынандай продюсер керемет емессің, сен нөлдесің. Соны қолымнан не келеді деп ойладым да, бірінші кіріп жатқан кезімде 2 жыл жүрдім солай, шығамайшы. Сонда мен арендаға машина бәрі кеткен ғой. Арендаға машина алып, сөйтіп такси етіп бастадым. Бірақ сөйтіп ақша таба бастадым, қайттан кішкене состояние көтеріле бастады. Сен түсініп тұрсың, такси етіп жүре беру толық жоқ екен. Ақшаны жинап бүйтіп қайттан білім алып, тағы да сестрен күннің артынан ақша алып, сөйтіп қайттан білім алып, сөйтіп шықтық басқа нәрседен. Сонда жалпы мен айтайын деп нәрсем, финансовый грамотность ол мынандай да, біреулер болады 200 мың теңгемен жинап, грамотно жинап, четко жеткізіп жүре береді. Ол бір бай болмауы мүмкін да, бірақ ол сол жерлерде жүре беруі мүмкін. Ол грамотно жеткізеді үйіне, машинасына, жаңағы өзінің кредиттеріне деген сияқты. Мен бір досым бар солай, ол четко бәрін есептеп отырады. Ол керемет бай болмайды, бірақ сол өзінің определенный табысы бар. Ары қарай өспейді, сол жермен жүреді. Қарызға кірмейді бірақ. Қарызға кірмейді, иә. Енді қараңыз, жаңа мына досым деп айтып қалдыңыз ғой. Ортаның қаржыға, мышленияға қандай бір байланысы бар? Ортаның, достарымыздың, коллегалардың. Өсуге орта 50% әсер етеді деп ойлаймын мен де. 50% может быть кейбір кезде 60-70% шығар. Орта қатты әсер етеді, өйткені қазақта мынандай сөз бар да. Бай қасына бар да қон, байымасаң маған кел. Жоқ қасына бар да қон, жоғалмасаң маған кел дейді. Ол халықтың мақалы да. Яғни біз байдың қасына жүрген кезде бір достарың ақша табатын, зарабатывать ететін, ақша табатын адамдар болса, сыныптан басқан бәрі шығады ғой. Міндетті түрде одан үйренесің же, міндетті түрде. Даже ол бір қуғын бай, ақшаны жаратып қалай болса сол жүре беретін адам болса да, солардың арасынан қосылған кезде
бұл міндетті түрде өзгеріс болады. Бұл қатты мен адамдардың енді бүкіл енді бізде де менторствоға аламыз да, мысалы үшін эфирлерде айтамын, міндетті түрде ортаңды өзгерт деймін да, міндетті түрде. Өйткені орта өзгермей адамда даму болмайды ше. Сондықтан мен именно сол қарызға жүрдім ғой, қиналып, иә, сол кезде мен бүйтіп дұға еттім, я Раббым, бай жігіттердің қасына қосшы мен шынымен де кәдімгі миллиардтап теңгелеп айналдырып жатқан жігіттердің арасына қосып ше, Аллах тағала. И солардың қасында бір 7-8 ай жүрдім. Солардан көп нәрсе үйрендім. Кәдімгі олар ана қалалардан домдар алып, сөйтіп сол домдарды соғып, жерге алып дом соғып сататын жігіттер да. Солардың қарындасым сияқты түсіріп, сол видеоларын түсіріп, монтаждап беріп, кішкене қолымнан келетін сол нәрселер. Сөйтіп солардың қасында жүріп үйрендім. Күнде солардың қасында жүремін. Обед бір кешеміз, кешке таман түнде қайтамын, таңертең қайтадан барамын. Бірақ керемет ақша тауып жатқан жоқ, бірақ мен ойлаймын сол кезде сол дұғам қабыл болған шығар. Сол жігіттердің қасында жүріп көп нәрсені, біраз нәрсеге былай мына мышлениеден көп нәрсе өзгеріс болды. Енді қараңыз, ер адамдарға осылай орта тауып кету, сөйлесіп кету, там сыртта жүру, ол норма болып саналады. Айгүл ханым, әйелдерге қалай? Әйелдер қалай өзінің ортасын өзгертеді? Өйткені бала босанған әйел, ол подъезге шықты, болды, өз сияқты үйде отырған, ештеңемен айналыспайтын, пособиеға ғана қарап қалған әйелдер болады көбінесе. Олар ортасын қалай өзгертеді? Не істейді олар? Өзімнің басыма өткен нәрсе, біз сол бағанағы қатты құлаған кезімізде айтып отыр ғой, бағана Қайрекең, біз қатты құладық, и біз 6 баламен даже далада қалдық та. Сіңлімнің үйінде, інімнің үйінде әр жерде сөйтіп жүрдік та, и бір 100 мың теңгелік квартираға келдік. Сол, бірақ оның өзін төлей алмай жатқан кездер болған кезде мен өзім біліп тұр, бұл жерде бір шығу керек, бір нәрсе, басқаша бір нәрсе істеу керек екенін түсінемін да, и Аллахтан дұға етемін, Аллах маған бір ұстаз жібер. Менде кішкене психологиядан білім бар, мен осыны сатып ақша табуым керек, ұстаз жібер. И бір кезде алдыма келеді бір ментор, 900 мың теңге обучение алу керек. Енді күйеуім ол кезде бағана Яндекстен арендамен жұмыс жасап жатыр, 2000 теңге, 3000 теңге үйге алып келетін ақша. Бана арендасы по бензин шығарған кезде. Ана кісі 900 мың теңге деп айтқан кезде, бұл нереально да, оны қаяқтан аласың? Өзіміздің бәрі қарыздан кіріп кеткенбіз, ешкім бізге ақша бермейді. И сол кезде мен түсінемін, Аллахтан дұға еттім ғой, ол келіп тұр ғой. Күйеуіме айтамын, бұл кісі кәдімгі. Естественно, жоқ дейсің, потому что 900 мың теңге түгіл, 90 мың теңге жоқ, артық ше. Сол конкретно бір жерге жібереді. Сосын кейін бірақ айтамын да, айолым, сен өзің әйелдерге айтушы едің ғой, күйеуіңді сылтау қылма деп айтушы едім ғой. Дамығың келіп тұрса деймін да, өзім айтамын, все, давай әрекет жасайық деймін да, и сол нәрсеге жолға түсемін. Қолымда бар ақша әйтеуір, сөйтем да бронь жасап, сол жолға түскен кезде Аллах тағала өз идеялар бере бастайды, и ана кісіні первоначально беріп, күйеуім қарсы болып жатса да, мен сол кісінің обучениесін аламын. Мен осы жерде бір айтып кете салайыншы, анау адамның состояниесі, яғни ішкі халі ақшаға қатты әсер етеді. Өте қатты әсер етеді. Өйткені өзіңізде қазір ойланып көріңізші, ақшаны ең көп тапқан уақытыңыз ойлансаңыз, сол кезде, сол айларда сіздің состояниеңіз өте жоғары болған. Ең бақытты кездерде. Ең бақытты кездер. Байқайсыз ба, иә? Именно ол өте қатты әсер етеді. Соны мен біраз айтып келіп тұр. Бұл кісі, в общем, жаңа обучение алады да, сөйтіп бала шағамыздың бәрінің үшеуі ауырады. Прямо бірінен кейін бірі ауырып жатыр. Мен ауырып бастаймын бір кезде. Бұл енді состояниені жөнде деп айтқан ғой, енді коучы, несі, менторы. Бәріміз ауырып өлейін деп жатырмыз. Инстаграм қарайсың ғой, бұл бір жерге сурет салып отырады дейді. Мен айтамын, қайда кетіп барасың, сен басың істей ма? Мен менторым айтты, короче, мен барып, қазір өзім состояние емес, ол состояние оқып тұрған жоқ менше. Барып бір жерге сурет салып, екінші күні бір биге барады. Сосын мен айтамын, сен басың істей ма? Қайда? Ол кісі психолог емес қой, бұл кісі. Енді оны оқып, мен ол кезде бәрін инфо-цыгандар деп ойлайтын ғой өзім. Соға нені неге жақтырмасаң өзің біраздан жақта жүресің ғой. Сол кезде мен таң қалдым да, сол бәріміз ауырып жатырмыз, бұл үйге келеді, үйде отырса эфирге шығатын үй емес қой. Эфирге шығатындай, премьерге шығатындай емес та. Сол кезде мен таң қалғаным, сол жерге барады, сол состояниесін көтеруге тырысып жатыр ғой, үйден шығып ше. Бірақ сол состояние көтеру мен әсер етті деп ойлаймын да. Өйткені басқа қыздар да бұны көре бастады, бұны состояниесі көтеріле бастады. Біз қазіргі таңда мен тек қана айтатыным состояние көтер, сол ішкі халіңді өзгертпей толық жоқ. Енді Құранның аятқа тура келеді, просто айта салайын. Бір қауым өз-өзін өзгертпейінше, жан-жағын өзгертпейді, сол үшін біз өзіміздің ішімізді, яғни мен қателесіп кеттім, кешірім сұраймын. Не айтайын тұрмын? Құрандағы бір нәрсені айтайын тұрмын. Состояниеге байланысты, ұмытып қалдым. Сол кезде сонымен өзіме ішімдегі бағанағына ұстазға алып тұрмын 900 мың теңгеге, енді мен соны айтқаны екітпе орындауым керекпін. Енді аз ақша емес қой.
сен бағанадай балдардың бәрі ауырып жатады, іші өтіп құсып, іші өтіп ауырып жатыр. Оның қасына Қайрекен қосылады. Бірақ мен біліп тұрмын, мына жерден ақшаны алып маған беріп тұрмын, мен ақша шығару керекпін бұл жерде. Жоқ дегенде екі серіп шығару керекпін деп өзіме уәде берген. И бағанадай бүкіл нәрсені ойламауға тырысам, мына жақты не қылмауға тырысам, көңіл бөлмеге шығамда мына сторис саламын ғой, бағана күшті состояние болып жатыр, менде керемет, менде күшті. И сөйтіп жүрген кезде уже менде продажа бола бастайды ғой. И сол продажа бола бастайды, уже ол кезде менде Каспи блогта, черный спискте Қайрекен Каспиге ашып кетті, сол кезде осы кісіге ақша түседі. И сол кезде уже Қайрекен бері қарайды ғой, мен істеп жатқан нәрсем дұрыс екеніне ше. Бері қарай көңіл бөле бастағаннан кейін енді мен сұраймын, ана менторымның уақыты бітіп жатыр. Мен біліп тұрмын, қазір менторымның уақыты бітті, мен бір өзім қалсам қайтадан құлаймын, состоянием қайтып құлайтын түсініп тұрмын да, Аллахтан дұға етемін, Аллахым маған орта жібер. Мен миллиондардан жоғары тапқым келіп тұр, маған миллиондардан төбе жоғары табатын орта жібер деп сұраймын. Бір кезде сол менің өзімнің менторым хабарласады маған. Аяулым ханым, біздің ортаға спикер болып келуге қалай қарайсыз? И мен білем, күйеуім жібермейді мені. Ол шетелге барамыз, шетелге нелер шығарамыз дейді. Мен айтамын, біз кіретін болсақ, күйеуіміз екеуміз кіреміз. Ол кісі қазір отношениядан күшті эксперт, қазіргі инфобизнесте отношениядан эксперт керек. Біз екеуміз бірге кіреміз деп мен ұсыныс жасаймын. Давайте сөйлесіп көрейік дейді, сонымен екеумізбен сөйлеседі да, біз сол ортаға кіреміз ғой соған. Пока что мен әлі зависимый отношениядамын күйеуіммен. Мен өзім орта бүйтіп құруға өзім да жоқ, мындай күші батылдығым жетіп тұрған жоқ қой. Бірақ күйеуімді қасыма бірге жүрсек, әйтеуір күйеуімен жібереді деймін да, андай күйеуімен бірге барсам шығам деймін ғой. Сөйтіп жүріп, сөйтіп сол ортаға кіреміз ғой екеуміз, Қайрекеңде сөйлесіп көреді ана кісілермен. И сол жерде Қайрекеңге ұнайды олардың ұсыныстары. Сөйтіп сол ортаға кіреміз. Сөйтіп екеуміз бірге өстік қой негізі. Солай қарыздан шыға бастадыңыздар. Иә, содан қарызға шығып, сонымен бұл кісі инфобизнесқа келді сонымен. И сөйтіп сол жерден бірге өсе бастады. Ал кейін ғой, кейін барып, енді қазір уже өзімнің ортам барып, психосоматтар, бағын бірге оқығандар деген сияқты, ол қай кезде бола бастады, біз отношениямыз дұрыс болған кезде ғой. Бірақ бағанағы этаптардың бәрінде отношениямыз дұрыс емес, бағана әйтеуір бір-бірімізбен жарысамыз, мен жарысам бұл кісімен, бұл кісіге дәлелдегім келеді. Соны дәлелдемеуді, тоқтатуды сіз қалай түсініңіз, қай моментта? Ну, қазір де тоқтаттым деп айта алмаймын десең. Кісі бөлет десең, ашық айта беремін десең. Жоқ, жалпы мындай нәрсе бар да. Бір әйелдер болады, ол үйде отырады да, еркегіне поддержка беріп үйде отыратын әйелдер болады да, оның бір өмірлік бір Аллах тағала берген бір миссиясы сол күйеуіне қызмет ету сияқты болады да. Мен келіншегімді ұзатқышын сол үйде отыр деп айтатынмын ғой көбінесе. Сосын бірақ бір моменттерде түсінемін, бұл көп адамдар көмектесіп жатыр, көп әйелдермен жұмыс істеп жатыр ғой, әйелдер де керемет результат болып жатқаннан кейін бір моментте мен өзімді ішіне түсінемін да. Яғни бізде қазір бала шаға қарайтын адамдар бар, өзіміз жаңағыдай бала шағаны бәрін реттеп қойғанбыз да. Біз любой жаққа екеуміз шетелге кете береміз. Қайрекен өзі реттеп қойған ғой. Алдында бір 5-6 күнге де Балиге кетті, 45 күн жатып алдық деген сияқты. Бала шағаны уже сестрам бар, қарап беретін адамдар бар, сонымен мен қазір сол нәрсені түсіндім да, яғни бұл келіншегім енді қаншама адаммен жұмыс істеп отыр, ал үйде отырса ол түкке де пайдасы жоқ қой негізі қоғамға да. Сол үшін мен қазіргі таңда шынымен де қазіргі таңда мен ішімнен адамдарға пайдаланғым келеді. Мен Алланың алдындағы мен шын сөзім адамдарға қатты пайдалы болғым келеді қазірше. Өйткені бір кезде болды, мен қарыз жаттым ғой, сол кезде қарыз туралы адамдарға айта бастадым. Сонда бүйтіп айттым, я Раббым, менің қарыздан шығуыма көмектесші. Мен адамдарға көмек. Мен курстарды өте арзан услуга жасадым. Бірақ менде сол қарыздан шығуға Аллах тағала тез ақшалар бір ниоткуда келе бастады ғой. Мен де сондай айтқым келеді. Адамдардың бәріне пайдалы болсаң, адамдарға пайдалы боламын деші, үмбетке қызмет дейді ғой, иә. Біз оны түсіне алмаймыз, бірақ шынымен де біз пайдалы боламыз. Біз біреудің проблемасын шешсек, Аллах та біздің проблемамызды шешеді. Негізгі баланс осы деп ойлаймын. Енді қараңызшы, Аяулым ханым қазір өзі сабақтар жүргізеді, өзі самодостаточная, иә. Сіз Аяулым ханымға ақша беру мәселелеріңіз қалай болады? Мысалы, көп еркектер, иә, ондай жағдайда уже әйелдерін обеспечивать етуден қояды деп ойлаймын мен өзімше. То есть әйелдеріне ақша бермейді, өзінің ақшасы бар ғой, жетіп жатыр деген сияқты ше. Менің жеке ойым, ер адамдар ол проводник. То есть ол әйеліне берген сайын ода арта түседі. Сізде қалай? Жалпы сіздерде қалай? Алмайсың ол жағын. Бағанағы сұрақтың мен осы жерде соңын қойып кетсем, бағана ортаны қалай қалыптастырып жатсың үйде отырған әйелдер деп жатсыз ғой. Ол нәрсе мен бағанағы күйеумен жауласуды қоя бастаған кезде, күйеуіңе сенім арта бастаған кезде менің күйеуім поддержка бере бастады да.
наоборот өс, шық, дама, сенің білімің бар, айт. Мен Қарекең жақсы ақша тауып бастаған кезде мен вообще ақша табуды қойып қойдым да. Вообще ақша табуды болғанда мен негізі вообще күйеуге тигелі тапқан емеспін ақшаны. Бірақ осы кейін ғой дамып жатқан. Қайрат мен оқыған білімдерімді көреді да, маған айтады, сен айтсай адамдарға, шықсай, не тиктокқа шық, бүйт дейтіп қоймайды. Сосын шыға бастап ақша таба бастадым. Міне сол кезде поддержка берген кезде уже андай, мен ойлайтынмын, еркектің қасында әйел адам ол ешқашан арманына жете алмайды. Еркіндік деген нәрсе жоқ. Ол әйелдер көбінесе мышление сондай ғой, бізде ажырассақ қана еркіндік болады. Иә. А на самом деле мен қазір осы күйеуімнің қасында еркіндіктемін да. Өйткені любой, мен ешқандай да жоқ демейді, любой обязательно. Бірақ маған сұрану қиындығын бұрынша енді доказать етіп жүрген кезде ше сұранып жатсам бір өзінше болып төмендеп қалатын жоқ. Иә, сөйтіп тұратынмын. Ал қазір наоборот айтқым келеді. Ол шын мәнінде солай болды ма негізі? Мысалы, нені? Сұранады ғой сол кезде қалай Максимның реакциясы ма? Иә, сіз қандай реакция жасайсыз? Сұранған кезде, мысалы үшін, андай ғой, бір сатты төмен тұру деген нәрсе жоқ. Әйел бір сатты төмен тұрады ғой, бірақ сұранғысы келмейтін, ақшасын сұрағысы келмейтін әйелдерді бір сатты төмен тұрғысы келмейді. Енді бір сатты тұрғың келмейтін болса, значит өзін табу керексің. Мысалы үшін мен консультация беремін ғой, сол кезде айтады, мен сұрағым келіп тұрмын. Сұрағың келмесе өзін табасың, болды. Яғни ол әйел күйеуден сұраған кезде бір өзін төмен сезінеді да. Ал төмен сезінгеннен кейін бір рет сұрайды, бермесе кетше дейді ғой. Шын мәнінде. Ал енді егер де ол бір сат төмен болып тұрып сұранса, ол бөлек болады, оны сезесің. Ал егер де просто ескерту болып жатса, мысалы былай болды, мен неғып кеттім, короче, сен көрсе деген сияқты, просто сен жібересің бе, жібермейсің бе, мен білмеймін, уже шешіп қойғам деген нәрсе, сол бәрібір кішкене уже басқаша тиіп кетеді деген сияқты. Жерде сол маған да сондай болып тұратын да, сұранғым келмейтін. Өйткені сұрану деген как будто это унижение сияқты болатын да. Бірақ менің ұстазым бар, өзімнің Эльмира Кударова. Сол кісінің философиясы бар ғой, өзінің отбасыға қатысты. Сол кісінің қасында көп жүрген кезде сол нәрсені көп түсіндім да. Ол наоборот, сен сұрансаң, сен күйеуіңнің қамқорлығында, періштелердің қамқорлығында, Аллахтың қамқорлығында, ол сұрану өзіңе просто защита алдың деген сөз. Сол нәрсені түсінген кезде барып мен наоборот айтып кеткім келеді да. Бұл кісінің мен контролінде болсам, бір сәтті төмен деген сөз, ол төмен емес қой, ол уже жауапкершілігіне кірдің деген сөз ғой, наоборот қамқорлыққа кірдің деген сөз. Жауапкершілік марапат деген сөз ғой еркекте. Иә, бір сәтті төмен деген төмендету емес. Осы кісінің плащының астына кірдің деген сөз ғой, бұл айтқан кезде ше. А мен соны сезем ғой, мен түсінемін Эльмира ханымның қасында жүрген кезде ше. И сөйтем да уже наоборот қазір айтқым келеді. Айтқым келген сайын бұл кісіде запрет жоқ та. Енді жаңа ақша беру мәселесіне келген кезде, ақшаны беру деген, мысалы үшін менде енді қазір проблема жоқ, наоборот мен бергім келеді да. Андай, бірақ енді аяғым да өзінің киімдерін, бірнәрселерін өздерін өзі ала береді. Но жақында бір машина алсам деп ақша жинап жатқан, сосын айттым, жоқ, машинаны сен алмайсың өзіңе, мен алып беремін саған машинаны, потому что мен алып бергім келіп тұр. Сен өзің жинап жатқан ақшаны қай жаққа жатасың, өзі біледі қазір, көп ақшасы көп, бірақ білмеймін қанша екенін. Әйтеуір жинап жүріп бір нәрсеге бәрі наличка айналған. Сол үшін бағанағы өтірік ақшаң көбейсе күйеуің бермей қояды деген. Қазір да шынымен айтамын, бір нәрсе айта салайын, мен мынандай әйел еркектен ақшаны сұрай алу методикасын біліп сұрай алатын болса, еркек любой сумманы беруге дайын. Наоборот, айтыңызшы берген кезде күшті екен. Ол қалай дұрыс ақша сұрау керек? Енді ұзақ жоқ, наоборот, сіз бүйтесіз ғой, мысалы наоборот сұраған кезде сіз осындай күшті болады деп айтасыз, соны айтсаңызшы. Ал әйелдер ойлайды да, сұраған кезде соны айтсаң десе өзінше болып тұрады деп ойлайды ғой негізі. Жоқ, на самом деле Қайрат маған айтады ғой, сен сұрансаң, наоборот сұрасаң менде осындай болады деген кезде деп сұрағың келеді да. Жоқ, жалпы анда да еркек ретінде айтайын, как психолог ретінде, басқа ретінде емес, как еркек ретінде әйел еркектен ақша сұраған кезде шынымен де еркек әйелге бергісі келіп тұрады, негізі методикасын біліп сұраса. Жалпы осы жігіттер отыр ғой, еркекке көп нәрсе керек емес өмірде ше. Бір күшті машинасы болса болды, негізі сосын бір киімдер, қалған нәрсе комфорт, үйге келген кезде бір күшті андай бір не киіп жүрейін деген нәрсе, пижамамен жүрейін, сосын қымбат стақандармен ішейікші деген нәрсе. Еркектердің ондай нәрсе жоқ еркектерде ше. Еркектерде ол баяғы біз ата бабамызда атты әбзелдеп міндір алтыннан күмістен жасап ше, крутой болып жүретін машина. Бұл басына керек емес та. Еркектерге, ал әйелдерге керек комфорт, күшті, тамақтарды бүйтіп вилкамен, қасықпен кесіп жеу деген нәрсенің бәрі әйелдерге керек. Еркек оны орындап беретін адам негізінде еркекке көп нәрсе керек емес та. Сол үшін негізі сіздердің форматтарыңызға келе ме, келмей ме білмеймін, бірақ негізі әйел енді бұл сексологтардың айтатын әңгімесі, бірақ төсекте мықты болған әйелге еркек любой нәрсені береді. Именно әйелдерге айтамын, ештеңеден жауапкершілік алма, отбасында төсекке қатысты жауапкершілік алшы.
еркек любой нәрсені жасайды. Любой нәрсе. методика. Енді айтуы мүмкін біреуше, жоқ сен еркектер не тек қана сонда бір жануарлар сияқты. Жоқ, міне жігіттер отыр ғой, иә. Үйленгенсіңдер ма? Жоқ, ол екеуі. Бір үйленген жігіттер. Төсекте мықты әйелді еркек ешқашан тастамайды. Әке шешесі құрт деп атса да құртпайды. Шынымен айтайын. Өйткені сол үшін жаңағыдай бәрі 18 жасқанша сол үшін де негізі методика бұл әйел болуы просто мысалы үшін әйел Аллах тағала әйелді жаратқан кезде уже оның дәрежесін беріп қойды да әйелге ештеңе доказывать етіп қажет емес өмірде. Ал еркекке доказывать ету керек. Әйелді просто так жақсы көреді еркекті. Просто так әйел болған үшін. Яғни қараңыз, әйелге дәрежені Аллах тағала жаратқан кезде ол әйел дәрежеде мынандай дәрежеде жаратады да. Яғни оған бір ештеңені доказывать етіп қажет емес ше. Ештеңе. Просто әйел болу. Әйелдікі кайф етеді ғой, просто әйел болса болды. Енді еркекті бұл төменгі уровенде жаратылады да, ол жаңа өзі доказывать етеді. Байқайсыз ба? Уже 35-ке, 40-қа келгенде жігіттер сол уақытта дұрысырақ болады. Қалқиған 20 жаста қалқиған жігіт мужик бола бастайды, байқасаңыз, ақша таба бастаған кезде, мудрый бола бастаған кезде, оның мына жағы өскен кезде ол Мысалы мынау 20 жаста балалы болған еркектерден, алғашқы бала сүйген еркектерден 30 жасында алғашқы баласын тұңғышын сүйген еркектер более ответственный болатын сияқты, иә? Қарасаңыздар, иә, 30 жаста бірінші баласы болса, ол более мынандай балаға қамқор болып, әйеліне қамқор болып, шынында да, иә, жаңағы сіздің айтқаныңыз, мынау жаспен келе уже мудрость пайда болады. Еркек енді анау еркек опыт алған сайын былайша келген кезде енді 40-та 45-та білмеймін, бірақ еркекте ақша көп болған сайын ол ақылды болған сайын сексуальный ғой. Иә, ол еркек тартымды, ол привлекательный. Ақшасы көп болса да. Шынымен мен әйелдерге бүйтіп сұрақ қоямын да. Шынымен бүйтіп сұрақ қоямын. Күйеуің қарын мынандай дәу, бірақ ақшасы көп, добрый да, ол ақшасын бере береді. Не деп айтасың күйеуіңді? Жаным менің, добрый пандам менің. Өзі қандай дәу болса, жүрегі де дәу деп ше. Ол спортивный телосложениеде болса да, жмот болатын болса, ол ең өмірдегі жексұрын еркек та. Ал жаңа дәу болып тұрып, ақша жоқ болса, бұл шиған деп айтады. Өйткені еркек адамдар бүйтіп ойлайды да, әйелдер меркантильный, ақша деп ойлайды. Әйел адам өмірге баланы келеді да, и оған комфорт, Аллах тағала беріп қойды. Ол комфортты қалайды, бала шағасына комфортты қалайды. Еркек көшеде жүреді, оған комфорт керек емес. Негізі оның машинасы ғой. Ол көшеде көп жүретін болғаннан кейін оның көлігі күшті болады да. Сосын кейбір кездері әйелдердің түсінбей жататын, көлігіңді менен қатты жақсы көресің деген сияқты. Енді қараңыздар, әйелді меркантильная деп ойлайтын еркектер ол қандай еркектер? Өзі ақша таппайтын еркектер, өзіне сенімсіз еркектер. Шынымен мен өзім туралы айтайын, мен сөйтіп ойлайтын. Мен әйелдер туралы жалпы ойым дұрыс емес еді. Бірақ бізге Аллах тағала әртүрлі сынақтар береді ғой, әртүрлі білімдер береді. Мен осы психологияға келіп, мен қазір 3000-дай әйелмен жұмыс жасаппын, есептесем. Енді бәріне менторство, бәріне консультация емес, былай разбор көп жасаймын да. 2500-3000-дай адаммен жұмыс жасаппын. Оның бір көп болса 200 еркек шығар, қалғандардың бір әйелдер. Сонда мен осы әйелдермен жұмыс жасап жатқан кезде мен әйелдер туралы ойым өзгертше. Шынымен де негізі әйел өте мықты. Енді қазір бір айтуым, подкаблук, айта берсін, разница жоқ. Мен өзім анамды елестетемін, өзімнің әпкем бар, өзімнің қарындасым бар, әйелдер өте мықты болады. Міне, келетін әйелдердің 99%-ы семьясын сақтап қалғысы келеді. Семьясын сақтап қалғысы келеді. Енді мен соның бәрін көремін да, яғни ақша деген нәрсені мен осыны зерттеп, осымен жұмыс жасаған кезде мен түсінемін, осы Аллах тағаланың беріп қойған табиғатында, яғни әйелдікі, еркектікі екі бөлек қой. Мысалы, әйелдікі более ақшаға жақындау, еркек, мен былай айтайыншы, әйелдің нәпсісі дүние, қызыл, жасыл, сіздер сол нәрседен не аласыздар ғой? Иә. Ләззат аласыздар, сол нәрседен энергия аласыздар, иә? Еркек әйелден энергия алады. Яғни әйелдің нәпсісі дүние, еркектің қараш круг қой, былай ғой. Әйелдің нәпсісі дүниеде, еркектің нәпсісі сұлу әйел. Енді дүниені еркек әйелге бере алады да, әйел еркекке керегін бере алады деген сияқты. Көрдіңіз бе осылай? Түрі көрінік қой. Яғни кім бақытты болғысы өзінен бастай көрді. Мысалы, әйел өз бақытты болғысы келіп тұр ма, күйеуі пока қуып жүр ма, значит десейді, ол төсек жағын аңғайлап, именно әйел болуға қарай кететін болса, еркек ақша таба бастайды. Еркек көріп отқан болса, мен әйелім екен ғой деп отыру емес. Мысалы үшін еркек наоборот оған ақша беріп, сыйлап, оған көбірек дүние беріп, гүл бере бастаса,
Оның өмірі гүл болады. Еркектің суперсиласы зарабатывать, әйелдің суперсиласы сексуальный женственность қой. А бірақ біз әйелдер ондай емеспіз ғой. Біздің қазір қоғамда кеше біреу айтады, әйелдер жоқ қой дейді да. Шынымен де бүйтіп қоғамға қарасаң әйелдер жоқ. Әдемі әйелдер, әдемі қыздар, бүйтіп кәдімгі сықылықтап жүрген онда жоқ қой. Еркектер. Иә, легкая. Еркектердің арасына қарасаң, ол жақта да еркектер жоқ та. Аз. Вот сондай ғой, қазір бәрі орын ауысып кеткен да. Әйелдер еркек болып келгісіп жүр, еркектерге де ыңғайлы болып отыр деген сияқты қазір сондай болып отыр да. Ал енді соны дұрыс қалыптастыру үшін қандай әдеттер керек, қандай бір бағыт керек? Негізі енді мен өзім мышлениемен жұмыс жасайтын болғаннан кейін, мына мида, әйелдердің миында мен әйел болғым келмейді деген нейрон бар. Өйткені мен қазір әйел болып қалсам, өйткені кезінде мен мамамның, например, таяқ жегенін көрдім. Мамамның қиналғанын көрдім. Мамамды барлығы оны басынғанын көрген кезде, егер мен әйел болатын болсам осындай, мен қауіптілікте боламын. Там апасына дегенше. Өйткені любой адам келіп мен ұра салады, любой адам мен ренжіте салады, қалаған жасай салады. Немесе әйел болса мен құл боламын. Сондай мышление тұрған кезде ол әйел адам табиғатқа барамайды. Өзінің табиғатына ше. И ол максимально ондай болмауға тырысады да, бағана еркек болып кеткен әйелге айналамыз. Доказать, показать, конкурент, сондай мен еркекпен жауласып жүрумен айналысамыз да. И ол еркек қасында, еркек адамның несі, ол механизм да, например, защищать әйелді көрген кезде еркектің автоматически ішінде оянады. Маған бір күні бір әйел жазады, мен күйеуіме 20 жыл өмір сүрдім дейді. Вообще ақша таппады дейді. Күтіп жүрдім дейді. Бір күні шыдамадым да ажырастым дейді. Ажырасады, и ана еркек басқа бір әйелге үйленеді да, сразу кәсіп бастап кетеді ана еркек. И ішімнен қан жылаймын дейді. Мен мүмкін күте тұруым керек пе еді. Мен күте алмадым ба до конца. Жоқ, ол еркек просто ананың қасында өзін еркек сезінбеді да. Мына еркек адамның ішінде механизм да, ол әйелде де сондай ғой. Еркек әйелді көрген кезде ішіне сразу зарабатывать и защищать механизм қосылады дейді. Но ол еркекті әйелді көріп тұрған жоқ. Ол жерде еркекті көріп тұр. Конкуренция болып тұрған. То же самое әйел адамның ішінде табиғаты ойнады, қасында қамқор, қорғаймын деп тұрған әйел еркекті көрген кезде. Но екеуі бір-бірін таппай жатыр да қазір ше. Таппай жатыр. Сол сияқты бұл жерде осы ең бірінші нәрсе мышление. Мен Аллахтан осы әйел болып жаратқаныма шүкірлік айту ше. Әйел болып жаратқаныңа шүкір. Сол нығметтерді сезіну ғой әйелдің нығметтерін. Өйткені бағана Қайрекең айтпақшы, әйелге барлығы жеңіл берілген да. Сосын екінші мышление бар, еркек жау деген. Өйткені біз соны көріп өстік қой, папаның зиян беріп жатқанын көріп өскен кезде орта еркектердің біз еркекке жек көріп, олардан қорқып, олар бізге зиян тигізіп қоя ма? Қазір еще қоғамның ішінде көп деген еркектерге не кетіп жатыр ғой? Еркектер деген абьюзер, токсичный, нарциссический, осындай. Біз жаман еркектің образын білеміз. Бірақ енді мен сол әйелдерге айтамын да, давай сондай екен. Енді қандай болғанын қалайсың? Айтшы маған, мына образдағы, давай Аллаға дұға ететін образыңды айтайық. Образ жоқ. Біз жақсы еркектің образын білмейміз, біз жаман еркектің образын білеміз. И енді сен соны білгеннен кейін сол нәрсе көбейе береді ғой сенің жаныңда. Вот бірінші нәрсе біз ішіміздегі әйел болуға шүкірлік, екінші еркек деген ол тоже Аллахтың ең керемет жаратылысы деп қарау ше. Вот сол кезде сол мышление өзгерсе, сосын ары қарай уже автоматически тело әйелде өзгере бастайды, фигурасы да өзгере бастайды, походкасы да өзгере бастайды, оның сөзі де, оның дикциясы да бәрі өзгере бастайды. Жалпы осы отношение еркек пен әйелдің ортасындағы ара қатынас негізі ақшаға өте қатты әсер етеді. Прямо өте қатты әсер етеді. Мысалы үшін әйелдер көбінесе доказывать етемін деп жүр ғой. Мысалы үшін докажу. Мен керемет, мен мықтымын деген сайын қарызға кіре береді. Мысалы үшін маған бір әйел келеді, 50 миллион қарызға кіріп кеткен да, күйеуі білмейді қанша қарызға кіріп кеткен, базарда тұр. Именно маған келді консультацияға, мен айтамын, тоқта, бұл жерде тоқта. Все, сен ары қарай өспейсің, потому что сен қарызға кіріп жатыр, айына пәле миллион просто процент төлеп жатыр. Банкрот объявлять етесің, адамдардың бәрін айтасың, мен құладым, қазір менде жоқ, уақыт аласың, сөйтіп ары қарай құтылуға тырысасың. Жоқ, мен позор болып қалдым елдің алдында. Яғни ол тағы да 30 миллион алып Қытайға кеткен адам дейді да. Сен 80 миллион болып, ол енді 150 миллионға барған кезде тоқтайды, может быть, может тоқтамайды. Бірақ түбінде мен күйеуіме докажу. Күйеуімнің алдында не болады десең, қазір базарға шығып жүр ғой, әрең шыққан ғой бүйтіп күйеуінен сұрадым. Енді істеп жатыр, күйеуін доказ етіп жүр ғой. Күйеуінің машинасының ішіне ломбардқа қойып тастаған. Енді сонда қойса не қылайын деп тұр, күйеуінің алдында төмен болып қалайын деп тұр ғой. Күйеуінің алдында
былайша бейшара болып қалайын деп тұр да. Ал самом деле уже біз негізі самом деле біз никтомыз ғой, біз бейшарамыз ғой, біздің қолымыздан ештеңе келмейді самом деле да. Біз енді біз ислам шеңберін айтатын болғаннан кейін алла все, мы никто ғой, по идее біз алламен ғана мақтымыз да. алла жоқ па біздің өмірімізде, болды, біз бәрі перекат сияқты кетеді. Сол үшін де сол докажу мен деген кезде адамдар көп қарызға кіреді. Еркектер көбірек тәкаппарлықтан қарызға кіреді. Мысалы маған келген еркектердің 99% тәкаппарлық. Енді бір кезде бизнесі жүре бастайды, бите бастайды, тыңдамай бастайды, әкесін тыңдамай бастайды, уже ары бері жүре бастайды, екінші әйел алғыш болып кетеді. Қазіргі сөйтіп қарызға кіріп кетеді. бағана кісі ше, қазіргі біз таксимен келе жатырмыз, ана кісі Қайрекең таниды екен да, сіз танимын, сіздің подписчигіңіз дейді. И сізді тыңдаймын дейді. Мен қазір 3 ай болды әйеліммен ажырасқаныма дейді. И ана кісі мен не істеп жүргенімді түсінбеймін дейді. Мен ол кісіде уже ажырасты, әйел кетті, ол кісіге мотивация жоқ та. Ақша табуға, ол еркектің ішінде әйел үшін ғана ақша табады ғой ол. Дүние үшін емес та, әйел үшін. Мына әйелге бәрін жасауға дайын болады. Ал қасында әйел жоқ па, олға мақсат та жоқ, ақша да қызық емес. И әйтеуір бар адамсың ба, барсың. Сондай болады да. Ал біз дүние ғой, біз дүние десе өлеміз ғой. А біз бірақ оны өзіміз табамыз дейміз, шаршаймыз. А бірақ на самом деле, былай қарай бұрылсақ, негізі бұл кісінің суперсиласы ғой, ол тік кетіп қоссаң, негізі спокойно сенің машинаңды әпереді, неңді әпереді. Бірақ біз мына жаққа қарай нәпсі. Иә. Отшы қойшы, осыған жалынып жүргенше барайын. Жалынғанша, иә. Өзім барайын да тауып алайын. Бірақ қараңыз, менің келіншегімді шынымен біз үйленген кезде қазіргідей де бізде махаббат болды деп айта алмаймын ше. Даже 2 есе, 3 есе, 5 есе. Қазір біз бір-біріміздің қасымызда любой күйде бола аламыз. Мысалы үшін қазір біз Шымкентте тұрамыз ғой. Шымкентте бала-шағамыз, 6 бала-шағамыз бар. 6 бала-шағамыз және де жаңағы мен сестрам типа көмектесіп жатыр қазір. Ақшасын төлеймін оған, иә, біздің бала-шаға. Бізде екінші квартирамыз бар. Ол екеуміздің тұратын жеріміз. Екеуміз жақта кайф ететін жеріміз да. Барамыз, ол жақта ешкім жоқ, екеуміз ғана, қыз бен жігіт сияқты. Реальностында бұл бізге шығын көбірек, бірақ бізге ол нәрсе, бізге ол нәрсе қатты ұнайды да. И біз бір-біріміздің қасымызда любой күйде бола аламыз қазір. Ал біз үйленген кезімізде, даже мен бұрынғы қайрат емес, мен мойындауға ұялмаймын ше. Мен қол көтерген еркек. Мен кәдімгі жаңағыдай ешекбас еркектер болды ғой. Әйелдерден айтатын, мен тура сол еркек едім. Бірақ қараңызшы, аяулымда керемет болып тұрған жоқ, менде керемет болып тұрған жоқ. Біз сол кезде лайықпыз ғой. Бірақ біз былай өсіп келе жатырмыз да. Көрермендерге жауап айтқым келеді. Күтіп отырудан қажеті жоқ. Еркек көріп отқан болса, өзіңізден бастаңыз, әйел көріп отқан болса да, өзіңізден бастаңыз. Жаңағы мынау сөзіңіз аузыңызда, иә. Жаңағы мынау өзіңізден бастаңыз деп жатсыз ғой. Сол өзіне деген инвестиция, өзінің біліміне деген инвестиция қай кезде қажет болады? И келесі білім алуды адам қашан бастау керек? Допустим, бір оқуын аяқтады, иә? Соны келесі білім алуды қашан бастау керек? Және де ол вообще инвестиция всю жизнь бола береді ма? Или бір рет оқып алдым, күшті, сол жетеді ма? То есть повышение квалификации. Мен ойлаймын, өзі білім деген нәрсенің бір осы білімді алғаннан кейін болды, жетеді деген нәрсе болмайтын сияқты. Өйткені мен көп білетін, мен дым білмейтінмін ғой, по идее. Адам көп оқыған сайын дым білмеймін деп ары қарай оқи береді ше. Ал адам оқымаған сайын бәрін білемін ғой. Мысалы үшін кей кезде қоғамда бір кісілермен өзі бір мамандықтар бар ғой, күшті ақыл айтатын ше, айтпай ақ қойын қандай мамандықтар екенін. Қоғамда мамандықтар бар ғой, күшті отырып қалсаң күшті әңгіме айтатын. Сондай көкелеріміздің бәрі білгіш қой. Бәрін білем. Самом деле бірақ бір кітап оқымайды. Бірақ адам шынымен көп білген сайын, оқыған сайын, білмеймін енді бір определенный мына білімді оқығаннан кейін менде мынандай болмапты да, оқып білінгеннен кейін болды, осы жерде тоқтаймын, болмаса қай білімді келесі білімге деңгейге қалай өту керек деген сияқты менде. Бірақ бір білімді алған кезде түк білмейтінді білесің, дальше оқи бересің. Өзі негізі білім алу парыз етілген ғой. Біз енді көкірегіміз, жанымыз шығып кеткенге дейін білім алуымыз керек сияқтымыз да. Даже мен бір 88-дегі бір апаны көрдім да, Құран үйреніп жүргенше 88-де айтады, бізге жас кезіңде үйрендер, қажаттай емейміз. Бірақ оған қазір не керек деп ойлайсың, самом деле. Айым ханым, иә, ана ретінде әйелдердің білім алуы, білім болғанда мынандай бар нәрсе бар да, қазір біз әйелдер біз білімді не үшін алып жатырмыз? Ақша табу үшін ғой. Даму үшін алып жатқан жоқпыз ғой. Әйелдер. Сол балаға қатысы бар, сондай бір баланы тәрбиелейтін ол әйел, иә? Қарап отырсаңыз, если үйде қараңғы болып отырып қалған әйел болатын болса, ол қалай әсер етеді? Иә, негізі даму үстіндегі әйел қалай болады? Мынандай да,
дамудың тоже әртүрлісі бар ғой, бірақ біреулер қазіргі менің өзімнің, енді мен тек қана кәсіпкер әйелдермен жұмыс жасайтын болғандықтан кейін әйелдер ақша табу үшін білім алады. Мен де өзім де ақша табу үшін білім алдым ғой. Былай айтқан кезде бір керемет, осы балама күшті ана болайын деген болған жоқпын былай айтқан кезде. Ақша табу үшін, маған опять-таки сол күйеуге дәлелдеу үшін ғой. Басқа жауымыз жоқ қой, бір жау бар ғой, осы күйеу деген. Сол бірақ қазіргі менің өзімнің қазір мен қыздарға білім беріп жатырмын ғой, олар тоқтамай көп білім алған, бірақ ақша тауып жатқан жоқ. Бүйтіп ойлайды да, мен қазір надан білім алсам, мен күшті болам. Бірақ күшті болмайды. Надан білім алсам күшті болады, надан білім алсам күшті болам деп ойлайды. Ол білім, ол жердегі ниет түбіндегі, оның түбіндегі ниет қандай? Білгім келеді, дамығым келеді емес, білімді болғым келеді. Екеуі түрлі ғой, Айгер. Білгім келеді деген ол нәпсі емес та, ол жерде сен білгің келіп тұр. Ал білімді болғым келеді деген ол уже басқа адам. Ол уже білімді деген бір Алла біз сондай болғымыз келіп тұр ғой, айтқан кезде. Білімді болып көріну ма? Иә. И сондай, егер біз сол білімді сондай ниетпен алатын болсақ, ол нәрсе бізге зиян береді да. Ал егер просто мен дамығым келеді, мен көргім келеді, Аллахтың берген нәрселерін сезінгім келеді дейтін болса, ол басқа білім да. Дұрыс, даму керексің, бірақ сен бірінші бағытың қайда бара жатсың, не үшін алатсың бұл білімді? И саған бұл білімге, оған бара жатқан жолыңа қандай білім керек, соны білсе әйел адам, ол көп білімге кете бермейді. Например, кеше мен фокус группама келген бір әйел айтады, мен көп оқыдым дейді да, бірақ не үшін оқығанымды түсінбейтінім бар. И кеше айтады, оказывается, Айолымханның сабағын бірінші алу керек. Мен сабағымда көбінесе ішінде именно әйел адамның өзінің ішіндегі адаммен жұмыс жасаймын да, сен кімсің, бұл өмірге не үшін келдің, уникальности бар ғой әйелдің ішіндегі. Сенің бойыңда қасымызда отырған ешқайсында жоқ, сенде бар нәрсе. Соны табуға көмектесемін да мен. И сосын ары қарай соған қатысты нәрселер білім алып отырса, ол уже бір тұлға болып қалыптасады да. Вот. Уже сол кезде барып ол енді ол баласына да дұрыс қарай бастайды да, сол әйел. Мысалы мен өзім дұрыс емес мама болдым. Мен өзім шынымен балдарыма, маған күйеуім қол көтереді деп айтып отырмыз ғой, на самом деле мен де сондай әйелмін ғой. Кім қандай еркек қол көтереді әйелге, ол қайтара алмайды ғой мына әйел, мына еркекке, поэтому ұрып тұр да оны. Егер қайтара алатын болса, ол ұрмайды ғой. Сол сияқты біз де балаға қол көтереміз ғой. Не үшін ұрамыз? Ол қолға бізге қайтара алмайтын болған екен, ұрып тұрмыз ғой. Мен де примерно, мен де Қайрекеңнің ол жақ бұл жағым. Барып алып мынандай бір стенаға тиіспейсің ғой депші. Мысалы мен қазір қол көтеретін адамға, мысалы мен сізге қазір қол көтерсем, сіз маған қол көтересіз ғой, мен сізге қол көтермеймін да. Бала қол көтере алмайтын болғаннан кейін қол көтереміз оған. Торсаме еркектен әйел қол көтере алмайтын болғаннан кейін соған қол көтереді. И мен де сондай әйел болдым да. От кейін ал бағанағы білімді болғым келеді деген кезде ол нәрсе мен балама көмектескен жоқ Айгер. Білімді болғым келеді деп оқыған кезімде. Ал когда білгім келеді, мен анау нәпсі емес құл дәрежесіне дейді ғой, білгім келеді дәрежесіне түсе бастаған кезде уже мен балаларыма да оларды тұлға ретінде қарай бастадым да. То есть дамыған әйел уже басқаларға да басқа көзбен қарайды, не только балалар, күйеуіне де, айналасына да. Иә. Өйткені ол ана білімі ол өзін тануға. Мысалы, көбінесе әйелдерде бізде білімді болғысы келеді, өйткені күйеуі сол кезде дамиды деп айтады ғой, сен өссең күйеуің өседі деп айтады ғой. Олар сол үшін дамиды ғой. Мысалы, мен қазір дамысам, значит күйеуім де өсе ма дейді. Дамып жатады, күйеуіне қарайды, дамып жатқан жоқ. Мынау өтірік, вообще дымда пайдасы жоқ мына білім деп айтады ғой. И маған да сөйтіп айтады, саған барсам біреу үшін оқу. Иә. Ал ол өзі үшін оқыса, өзі үшін не үшін келдім бұл әлемге, мен неғып жүрмін вообще, и мен ақша табатын болсам, немен, қандай менің бойымда таланттар бар Аллах берген дегенмен өзін тануға қарай білім алатын болса, өзін таныған адам ол өзіне деген махаббат ашылады. Өзіне махаббат ашылған адам ғана енді жақсы көре алады күйеуін. Ал оған дейінгі махаббат емес, бағана Қайрек айтпақшы, оған дейін бізде махаббат болған жоқ. Өйткені мен өзім жақсы көрген жоқпын, мен қалай жақсы көремін күйеуімді. Күйеуімді өзім жақсы көрген жоқ, мен жақсы көрмейді да. Просто зависимость. Маған берсей махаббат. Сен берсең күшті боламын ғой. Иә, Қайрекең де сен де маған берсей, біз сондай бір-бірімізді жеумен айналысқанбыз ғой енді. И оның ішіне балдар кіріп кетеді да, балдарды жейміз деген сияқты. А когда әйел адам өзіне деген махаббатқа, кіммін мен, не үшін келдім дегенге білім алса, махаббат ашылады, күйеуіне махаббат ашылады, адамдарға махаббат ашылады, баласына махаббат ашылады. Жалпы қазір қоғамда қатты дамып жатыр ғой әйелдер. Форумға барасың 80-90% әйелдер ғой. Шынымен еркектер айтқым келеді, кішкене даму керек бізге ше. Енді қараңыз, қорытындылай келе, өмірде адам қаржылай өзгерістер жасау үшін қандай қадамдар жасау керек, қандай әрекеттер жасау керек? Еркектерге байланысты ма?
Сіз еркектер жағын айтыңыз, Айгүл ханым әйелдер жағын айтсын. Сұрақ тағы бір айтып беріңізші. Өмірде қаржылай өзгерістер жасау үшін қандай қадамдар қажет? Негізі ең бірінші ер адам өзін тану керек сияқты, еркек жағынан да. Еркек өзін танып, кімсің сен? Жалпы уникальность бар ғой. Иә, біздің жалпы өмірге келгендегі мақсатымыз енді қызмет ету ғой, адамдарға қызмет ету. Негізі мен бір нәрсе айтқым келеді. Енді білім алады, енді бәрі біледі ғой, білім алу керек екенін біледі, бәрі ақшаны көп табу керек екенін біледі. Бірақ мен айтар едім, көбірек еркектерге просто енді банальный болуы мүмкін, көбірек әйелінің айтқанын ішіндегі нәрсесін, оның қалауларын көбірек жасашы. Әйелдерге ше, еркектерге әйелдерінің қалауларын көбірек. Өйткені гүлді жаңа күшті су құйып мұхажет етсең, ол керемет жеміс берген сияқты. Мен өзім басына айтайын, когда сен шынымен де ешқандай себепсіз гүл беріп, ешқандай себепсіз сыйлық бере бастағанда, әйелден біз энергияны әйелден алатын болғаннан кейін, әйел саған нереально энергия береді. Ол энергия саған өте көп өмірде бір жетістікке жетуіңе көмектесетін дүние. Ал білім алу ол парыз, енді әркімнің өзі бір дамуы керек сияқты. Түбі негізі өзіңді тану арқылы жаратқанды тану ғой. Яғни жаратқанды таныған кезде бізге берілген мына аманаттардың бәріне біз дұрыс қарай аламыз да. Даже бізде кейде семья дегеннің қанша адамнан тұратынын білмейді адамдар. Семья деген мамам, папам, әпкелерім деп айтады да. Ол сенің әке-шешеңнің семьясы, әкеңнің семьясы. Семья мен, әйелім, бала-шағам, міне біз осы семья. Бұл семьяға менің әпкем қосылуға болмайды, араласуға болмайды. Айылымның әпкесі, ағасы ешкім араласуға жерге болмайды ғой. Даже ата-аналар. Даже ата-аналар келіп араласуға болмайды. Біз ақыл сұрасақ айтады. Сонда семья деген нәрсе святой ғой енді, өте. Бірақ біздің қоғамда осы семья дегеннің даже қанша адамнан тұратынын білмейді адамдар да. Мен көбінесе осы нәрсе сұрап жатамын. Мен анам бірінші орында, екінші орында, анаңның күйеуі бар ғой, әкең бар. Ал сен, маған кеше біреу бүйтіп айтады да, сен біз енді семьяға көбірек айтып жүріп жатырмыз да, қарыз туралы айтуымыз керек еді. Бірақ осы нәрсе бір ақшаға әсер ететін нәрсе. Именно маған кеше біреу айтады, сен бір неде айтыпсың, типа ең өміріңдегі, ең семьядағы ең важный адам әйелің деп айтқан ғой, мен еркекті. Сөйтсем, сен анаң ғой дейді. Сосын мен айттым, сенің семьяңда қанша адамсыңдар? Сөйтсем, мамам дейді. Семья деген кім сен үшін? Мамам дейді, папам дейді, бауырларым дейді, и мен дейді. Ал әйелім ол неден қосылған адам дейді, жанынан қосылған адам дейді да. Сен мамаңды шығарып тастаса едің да ол жерден. Мамаң жанынан қосылған адам ғой. Неғып мамаңды қосып тұрсың? Мамаң семьяң адам емес қой ол. Сен әкеңсің, сосын бауырларың болды. Мамаң жоқ ол жерде. Сен тура әкеңнің әйелі ғой мамаң, ол жанынан қосылып тұр. Қалай сенің семьяңа қосылады? Адамда көрдіңіз бе, мида бізде ана деген понятие бар, әйел деген понятие бізде. Әйелдерге қалай болса солай. Әйел жолда, қатын жолда, бала белде деп адамдар айта береді. Бірақ тура сол нәрсені сен қызыңа қарап айта аласың ба, сен жолдасың деп айта аласың ба? Сен жолда жатқан әйелсің сен деп. Мамаңа қатысты айта аласың ба? Сестреңе қатысты, өзіңнің әпкелеріңе қатысты айта аласың ба? Сол сөзді сен жолдасың, ей. Ана белде деп айта аласың? Жоқ, біз айта алмаймыз. Біз әйел дегенді біздің қоғамда бөлек бір инопланетяндар сияқты бөлек қарайды да. Ана сестреңдегілердің бұлардың бәрі бір святой, әйел фу, вот төмен қарайды, спокойно болың, құл қылып жұмсауға болады деген сияқты. Сол үшін мен жігіттерге дамыңдар, басқа жаққа кетіп қалсам кешірім сұраймын. Просто осы сөзді айтқым келеді, жігіттерге даму керек бізге семьяның не екенін түсіну керек. Өйткені семьясына еге бола алмайтын адам, ол мемлекетке де ештеңеге де еге бола алмайды да, ол бір керемет жетістікке жетеді деп айта алмаймын мен. Егер де ол семьясына дұрыс қарай алмаса, ақша табуы мүмкін, бірақ ол жетістікке жете алмайды. Жақсы. Айгүл ханым, қалай ойлайсыз? Қандай қадамдар жасау керек? Әйелдерге қатысты енді қазір дамып жатқан әйелдер де көп, және пайдалы болып жатқан әйелдер де көп та. Өзім осы психология, психосоматика саласында болғаннан кейін қазір мен сол психосоматтарға қазір сабақ өтіп жатырмын. Өзімнің коллегаларыма ше. Өзіміз чатта көріп отырмыз сізді. Машалла. Сол жерде енді қарап отырсаң әрқайсысы керемет маман да. Біреусі бір жақтан, екінші жақтан. Мен әрқайсысын өзімен бүйтіп жұмыс жасап, ана продуктысын құрып беріп жатқан кезде не деген керек сабақ сенің сабағың деп ше. Ана сөйтіп әрқайсысын солай көріп жатырмын да, уникальностьтарын ше. И көз шығаршы сен мына продуктыңды, сатшы мына продуктыңды. Өйткені қандай керемет продукт деп отырмын, дамуының маңызды екен. Бірақ бұл жердегі опять-таки көбісі ақша таба алмай тұр сол кісілер. Бағанағы көбінесе күйеуіне байланысты ғой барлығы. И бұл жерде мен айтқым келетіні, бүйтіп бұл кісіден бөлек былай. Бұл кісі просто сенің Аллах тағала қосқан күйеуің. Я просто сен өміріңді былай қарай болшы, өзіңнің сен қайда бара жатсың, саған не керек, сен 5 жылдан кейін кімсің, 3 жылдан кейін кімсің, сен өзіңнің бір өзіңді.
сол кезде барып сенің әр қадамдарың дұрыс болады да, еркек ол жерге араласпайды. Сосын уже сенің өзіңнің мақсатың бар болған кезде енді күйеуіңнің қасына әйел болып келе аласың да. Мен бұл кісінің әйелі болып келе аламын. Яғни тәуелділік туралы ғой, яғни тәуелді болып жабысып тұрған кезде ол Ақша таппайды. Таппайды. Табады, құлайды. Біраздан қайтып табады, қайтып құлайды. Тәуелділік қатты маңызды. Өйткені мен өзімде тәуелді болған кезімде мен таба алмайтынмын. Өйткені әрбір нәрседе бағана тура сіз айтып жатқандай, мен қазір ақша тапсам күйеуім маған ақша бермей қоятын сияқты. Ақша тапсам мен күйеуім ақшамды алып қоятын сияқты. Бұл кісі айтады, алып қоясың сен десем, алмаймын, таба берші ақша дейді. Жоқ, мен де алып қоятын сияқтысың. Ана миыңдағы өтірікке сен жүрсің да, былай айтқан кезде ше. И сол именно тәуелділік қой, еркек как будто сені басып тұрған сияқты да. Или барып честно айт, сен алып қоясың ба мен ақшамды? Иә, или сен жатып аласың ба мен ақша тапсам? Или там осындай ма? Или сен бермей қой ақшаңды. Олар бермей қоймайды. Жоқ, мен бермеймін деп айтпайды да. И ақшаны берші деп сұраса күйеуі береді да, и мынаяқтан ренжіп отырады да. И енді не істейді ол? Ақша тапқысы келмейді әйел. Өйткені бітеп жабысып қалған ғой күйеуіне. Ол бөлек кетсе, күйеуін өзін жіберіп, енді бөлек кету деген нәрсені кішкене адамдарға түсіндіріп жібереді. Бөлек кету деген кезде, мысалы, бүйтеді. Мен күйеуім дамымай жатыр, немесе күйеуім жауапкершілік алмай жатыр. Күйеуім менің осындай. На самом деле ол күйеу емес, өзі да. Өзі дамығысы келіп тұр, өзі жауапкершілік алғысы келіп тұр, өзі ақша тапқысы келіп тұр, өзінің мақсаттар қойғысы келіп тұр, бірақ ол өзі қорқып тұр. Әйел адам не істейді? Күйеуіне жауап береді да. Мен де бұрын сөйтетін. Үйде түсірейік та, инстаграмға шығайық та, бүйтейік та, сөйтейік та деп, осы кісі ғой, өзім істей алмаймын да мына жақта. Өзім істеуге қорқып тұрмын, жауапкершілік алуға, бірақ мына кісіге жабысам, не істеймін түбінде? Міне отырсың ғой, жамағатсың. Оны бұл кісі мынандай сыртынан жамандап, ішімнен сыр бетін айтамын ғой. Инстаграмға шығайын десем, сен істеп бермей жатсың. Иә, сөйтіп кінәлап отырамыз да. И бұл жерде еркек те өспейді, мен де өспеймін ғой. Тұлға жоқ. Иә. И кеше тоже отырамыз, бір кезде бүйтіп ақша тапқым келіп тұрған жоқ. Неғып тапқым келмей жатыр десем, сізге ұнамай отқан сияқты мен ақша тапқым деген шығады миымда. Ол менің установкам. Маған ұнамай жатқан сияқты. Күйеуіме ұнамай жатқан сияқты. Сосын күйеуім айтады, вообще жоламаш маған дейді. Вообще сенің ақшаңмен өзіңмен бірге вообще менің қатысым жоқ ол жақта дейді да. Но мен қазір ақша тапсам, сосын бір кезде мынандай нәрсе шығады. Еще ішімнен мен сіздің ақша тапқаныңызды қаламай тұр екенмін деген шығады ғой. Сөйтсем, неге дейді? Сіз ақша тауып кетсеңіз, менің арман мақсаттарымды жауап тастайтын сияқтысыз. Сөйтсем қайрат айтады, бер келіп отыр мына жерге сөйлесек екеуміз. Мен ішімдегі сезімдерімді честно айтып жатырмын ғой. Ішімнен мынаяқтан өзім тон түсіп жүрген жоқпын да. Негізі әйелдерге айтар едім, просто шығар сезіміңді айт жеткіз күйеуіңе. Сосын отыр дейді. Сен қазір мен ақша таппай отырсам, сен Құдайдан сұрап тұрсың мен ақша таппай жатқан. Но шынымен ғой енді мен қалап тұрған жоқпын ғой ақша тапқан. Мойындайтын болсақшы, если честно. Енді мен таппай жатырмын, сен тауып жатсың дейді да. Енді мен спокойно мына жерде күйеуім әйелім ақша тауып жатса спокойно отырамын ба дейді да, сенің қаның ішемін ғой мен. Қаяқта жүрсің, не істеп жүрсің, и мен саған спокойно ақша тауып жүруге рұқсат беремін ба дейді да, күйеуім айтады. И сен түбінде таппайсың ғой ақша, таппайды. И мен де таппаймын, сен де таппаймын, екеуміз де кедей болып өтеміз. Шынымен сондай ғой әйгерім. И көп әйелдердің қазір мышлениесі осындай. И мен, на самом деле, иә, и на самом деле қараймын, күйеуімнің поддержка беріп жатқаны всегда сонда мидағы өтіріктің кесірінен қазіргі болып жатқан нәрсені көрмейміз да, күйеуімнің беріп жатқанды істесей, өссей, дамысай деп жатқан. Мен өсіп жатқаным ұнамай тұрған сияқты. Мына өтірік қанша шындықты жеңіп тұр да, бір өтірік. Просто честно сезімдеріміз дейді ғой ішіміздегі. Соны айтып, бағана методика деген нәрсе не? Сіздің сұрап жатқан сезімді айту ғой. Сұрау. Например, біз бүйтеміз, сен сұраған кезде біз бүйтіп сұраймыз. Неғып өмірі гүл әпермейсің сен, мен жақсы көрмейсің ғой сен. Сен осындайсың, сен достарымен, иә, критика арқылы, манипуляция арқылы да. А енді оның методикасы просто былай айтуға болады, через благодарность. Жаңа сен кеше мен мамам үшін осы нәрсе жасадым. Сен кеше маған магазиннан мен ойлап альбина әкеп бердің. Саған сондай кезде маған өте приятно, мен өзімді күшті, сен бақытты әйел сезіндім. Сен үшін өзімді важно сезіндім. Сенің единственный әйел екеніңді, сен үшін самый важный әйел екенімді сезіндім. Енді мен сенен сұрасам бола ма, айына бір рет гүл әкеп беріп тұрсың. Ол кезде вообще бақытты болар едім деп айтсам. Ол кішкентай қыздар солай жасайды. Мен 3 жасар қызым сөйтеді. Әке маған гүл алып келіп берші дейді. Маған гүл керек дейді. Гүл алып келді, келесі күні әке маған мороженое алып келіп берші, гүлге рахмет дейді. Иә. Міне олар бізге үйретеді ғой, негізі дұрыс емес. Бізде 5 ұл бір қызымыз бар ғой. Бірақ мен кішкене қызым сұмдық сұрайды ғой. Мен сол қыздан үйрендім, негізі сұрады. Жеңгеп тұршы әке деп. Шынымен. Әке ана нәрсе алғым келіп тұршы. Ана әке ақша керек салып жібер маған, ана нәрсе алам емес. Сезім ғой, алғым келіп тұр. Анаң алғым келіп тұр ғой. Соны алған кезде ішінің күшті боларын біліп тұрсың ғой. Ана сезім үшін бере саласың да. Вот методика осы ғой.
Біз көп сөйлеп кеткен жоқпыз ба? сол міне әйел бола алсақ әйел орнымыз подкаст болды. и күйеуің де саған ақша береді өзің де ақша табасың ғой кайф қой негізі әйел адамға. Екеумізге әңгіме берсе 5 сағат подкаст жасай аламыз десіз. Отношение мен ақша ғой негізі екеуі бір біріне қатты важно. Ал Аялым ханым, Қайрат мырза, рахмет сіздерге үлкен. Бұйырса 21, 22, 23 күні болатын маусым айындағы коучинг сабағымызда өздеріңіз спикерлікте боласыздар. Сол жақта осы көрермендер өздерінің сұрақтарын тағы да қоя жатады. Ал бүгінгі подкаст өте пайдалы болды деген ойдамын. Барлықтарыңызға сәттілік, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Пока.